Қадірменді телекөрермендер, сұйық түс қағаздар дәл осындай өрнектерімен, дәл осындай жүн сияқты түсімен ерекше ирандық өнім, экологиялық таза әрі сәнді. Енді бастысы бүгін сіздерге осыны қалай жасау керек екенін нақты түсіндіреміз. Сондықтан арнамыздан алыстамаңыздар. Сұйық түс қағаздардың қанша түрі бар негізі? 200-300-ден астам түрлері бар. Мынау ақ түсі, анау қызыл және қара түстері бар, одан да көп. Енді бұны қалай араластырып жасаймыз? Содан бастайық. Міндетті түрде жылысу керек, Міндетті түрде жылысу керек. Ішінде мынада клей бар. Мата, ақ мата. Сол мынаған жұмсалса болды, басқа ештеңесі. Бісмилля. Бастайық. Мен де көмектесейін сізге. Онда сіз салып тұрыңыз. Мен салып отырайын. Жетпей абой деп жүр. Көпшілік адам қазақша айтқан кезде сұйық түс қағаздар негізгі материалы ХБ дейді, яғни мақта. Оған жылтырақтар қосылған. Екі түрлі материалмен жасалады екен, жүн және мақта. Енді қанша литр суға қанша қосу керек? Негізгі мөлшері бойынша? Мөлшері бойынша 5 литр суға 1 килограмм абой. 5 литр суға 1 келі түс қағаз. Түс қағаз. Бір-біріне сіңгенше қанша минут қою керек? 4 сағат, 5 сағат, бұлай сразу жауға бірден араласып жауға да болады? Иә, жауға болады. Қолмен араластыру керек пе? Міндетті түрде? Ал миксермен араластырса бола ма? Жоқ болды, мата. Оралып кетеді да, темір зат қой. Өзіңіз уже. Өзіңіз қолыңызбен ұстап. Дайын болды ғой? Дайын болды. Сұйық түс қағазымыз дайын болды. Енді бұны 1 сағаттай қойып қоямыз. Оған дейін дайын жасап қойған түс қағазымызбен жұмысымызды жалғастыра береміз. Жүріңіз. Бұл қабырға таңдамайды. Қарасылақ болсын, эмульсияны, краска жағылған, бояу, оған қарамайды. Бор жағылған қабырғаларға да болады. Оған да болады. Кез келген қабырға жағуға болады. Жағасыз. Өрнек салған екен. Осы өрнекті бірінші басқа түспен жағып алу керек. Жағып алу керек. Қалай жағу керек екен өзіңіз бізге көрсетіңіз. Сізге қарап мен де үйреніп алайын. Жақсы. Және көрермендерімізге үйретейік. Жақсы. Қаншалық қалыңдықта жағу керек бұны? Қабырғаны жапса болды. Жаға бересіз. Қалың болса, бұның жарылып кету деген сияқты қауіп жоқ. Ондай ешқандай қауіп, зиян жоқ онда. Жаға бересіз. Міне қарап отырыңыздар, оюдың шет-жетін қалай жабуға болатынын көрсетіп жатырмыз. Сіз сала беріңіз. Мен айтып отырайын көрермендерімізге. Назарларыңызда ұстаңыздар. Осындай әйнек шпательдермен жаққан өте тиімді болады екен. Бісмилля, мен де жағып көрсем, не? Иә, жаға беріңіз. Сызықтан сәл шықса, одан қорқпай қойыңыз. Екі мынау свет ақпен, оның бәрін жауып кетеміз.
стенаға жапса болды. Өрнекті бірінші салу болу керек екен. Оның себебі өрнек салғаннан кейін сіздің сызған сызықтарыңыз бар, міне араларында қатып кетті. Өрнек сызықтарыңыз бар. Және мынаның жан-жағында былай кішкене шашыраған қалдықтары бар. Осылар қалады. Оның сырты міне бәкең жағып жатыр. Сызықтардың барлығын әне жауып қалады екен. Жағылған кезде өте жұмсақ жағылады екен. Және бірден тегіс жағылады екен. Осындай қуыстарға үстіне шығып кетпеу үшін қалай мынаны жағу керек шпателімізге? Мынаның марканың тағы бір пайдасы сол стекло. Әйнек болған, осындай жерлерде көріп тұрасыз. И қанша керек? Мысалы міне қараңыздар. Міне артық шығып кетпейді. И былай шеттерін жөндеп. Өте ыңғайлы, е? Жоғары бір төмен бір татқан дұрыс қой деймін, нық отырылсын, е? Бұлай жаққан кезде бұлай бір тартып, бұлай бір татсаңыз жаңағы бір-бірімен орнығады екен. Енді бір қызығы бұл түсқағазды міне дәл мынау сияқты шығыңқы бетіне қарай гидробурмен жаңағы көрінетіндей қылып 3D форматындағы ою өрнекті де салуға болады екен. Міне салуды көрсетеміз қалай болатынын. Қалыңырақ салу үшін қосымша ПВА клейді құйып араластырып жіберсе, ол қатып ертеңгі күні жаңағы түсіп қалмауына септігін тигізеді. Қаншалық қалың